Баршаңызға сәлем. Бүгін картошка қосылған чебурек дайындаймыз. Ол үшін осындай шұңғыл таза ыдысымызға ұнымызды саламыз, електен өткізіп отырып. Және кішкентай қасықпен сұйық май құямыз. Мөлшерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Онға қасықтың көмегімен араластыра отырып, және дәміне қарай тұз саламыз. Осылай қасықтың көмегімен араластырып отырып, суымызды құйып отырып, қамыр илейміз. Менің каналымды қолдап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Каналымда әр 2-3 күн сайын жаңа видеолар шығады. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне осындай жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамыр бір зуала қамыр. Осындай қамырдан 30 данадай чебурек шығады. Қамырды бетін жауып бір шетке қойып, енді ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Картошкаларымызды осылай ашып, жуып, тазалап, осындай бөлшектерге бөліп, үстіне су құйып, тұз салып, газға қойып, картобымызды пісіріп аламыз. Міне біздің картобымыз пісті. Енді осыны езіп, пюре жасаймыз. Оның үстіне сары май салып, тұз салып, және сүт құйып, жақсылап араластырып, әдемі пюре жасаймыз. Енді бір зуала қамырымызды алып, кәдімгі еттің қамыры сияқты үлкен домалақ болып жаямыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай қамырды жайдым. Енді осындай кесенің көмегімен домалақ пішінде барлығын осылай бөліп шығамыз. Енді ортасына, бөлінген қамырлардың ортасына дайындап қойған пюремізді салып, екінші бетін жауып, осындай вилканың шанышқының көмегімен жабыстырып шығамыз. Міне әдемі чебурек болады. Тағы біреуін көрсетейін. Сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне қоя кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Енді қызып тұрған майымызға осылай екі бетін аударып отырып қуырып аламыз. Описание бөлімінде менің осы уақытқа дейін дайындаған рецепттерім бар. Ашып, көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Тағы да айта кетейін, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің чебуректеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр.